Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен сүзбелі бәліштер дайындайтын боламыз, яғни ватрушкалар. Өте дәмді, тестісі өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға жылы сүтімізді және де құрғақ аштығымызды саламыз, қантымызды саламыз. Оның үстіне аз мөлшерде тұзымызды да салып жіберетін боламыз. Және де 2 дана жұмыртқамызды саламыз. Осылардың барлығын салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Тұзымыз бен қантымыз ерігенше жақсылап араластырып, енді оның үстіне ұнымыздың тек жартысын ғана қосып, оны да венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Ұнымыз толықтай еріп бірігу керек. Содан кейін барып бізде ерітілген сары майымызды қосатын боламыз. Осылай ұннан кейін қосамыз. Оны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Менде 72% май. Содан кейін оның үстіне қалған ұнымызды қосып, жақсылап жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болып қалды. Енді осы қамырымыз қолға ондай қатты жабыспайтын жұмсақ қамыр шықты. Осыны 1,5 сағатқа жылы жерге көтеруге қойып қоятын боламыз. Әзірше салмасын дайындаймыз. Салбасына сүзбе, қант, 2 дана жұмыртқа, қаймақ және де кукурузный крахмал керек болады. Осылардың барлығын қосып, бірінші араластырып алатын боламыз. Кукурузный крахмал міндетті түрде қосылады, себебі біркелкі болып тұру үшін, массамыз ағып кетпеу үшін қолданылады. Барлығын салып алатын боламыз. Менде үйдің сүзбесі осындай түйіршіктелген болғандықтан бірінші қасықтың көмегімен араластырып алып, содан кейін блендерлейтін боламын. Егер сізде жұмсақ сүзбе болатын болса, тек қана осылай қасықпен араластырып алсаңыз болғаны. Мен барлығын осындай біркелкі масса шығарып алдым. Біздің массамыз дайын. Міне біздің қамырымыз 1,5 сағаттың ішінде жақсы болып көтерілді. Кішкене қолға жабысқақ, сондықтан да аздап ұн сеуіп жіберіп, оны тағы да бір елеп алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей қолымызбен тағы да жақсылап тұрып елеп, оны енді бөліктерге бөлетін боламыз. Менде осы тестадан 15-16 дана бөлікке шықты. Оны мен весейдің көмегімен бір-біреуін барлығын өлшеп алдым. Бір-біреуі 65-70 грамм шамасында. Енді осылай қолымызбен бөліктерге бөліп, дөңгелектеп, пергамент қағаздан салып, 10 минутқа тағы да бетін жауып қойып қоятын боламыз. Сол кезде тағы да көтеріліп, осылай күшті болып шығады. Енді осы бөлкелеріміздің барлығын бір жерге орналастырып, пергаменттің үстіне противенге орналастырып алатын боламыз. Осы біздің бөлкелеріміз дайын. Енді видеодағыдай стаканның көмегімен осындай салмаған ойықтар жасап аламыз. Яғни салмамыз ішінде сыртына ағып кетпеу үшін кішкене тереңдеу қылып, осылай барлығын басып шығатын боламыз. Енді салмамызды салатын боламыз. 1 ас қасық көлемінде осылай 2-ші қасықтың көмегімен жақсылап тұрып салмамызды орналастырамыз. Маған деген салмасы өте көп болған ұнайды, сондықтан да 1 ас қасықты молынан толтырып алып, осылай салып шықтым. Енді толықтай салып алғаннан кейін бізде пісірген кезде айналасы қызарып күшті болып пісу үшін міндетті түрде жұмыртқаның сарысы мен аздаған сүт қосып, кесішкі көмегімен осылай жұмыртқаның сарысын жауып шығатын боламыз. Менде үйдің жұмыртқасы болғандықтан сап-сары болып күшті болып тұр. Енді дайын ватрушкаларды 180 градуста 35-40 минут шамасында қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне біздің сүзбелі бәліштеріміз дайын. Одан сайын тағы да тестісі көтеріліп күшті болып шыққан. Дәмі деген енді керемет, айта алмаймын. Қамыры деген жұп-жұмсақ болып күшті болып шығады. Идеальный рецепт деп айта аламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Салмасы да молынан осындай күшті болып шығады. Егер видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әр апта сайын менде жаңа рецепттер, сондықтан да арнама тіркеліп алыңыздар.